Қалай ке қапсың? Короче, гүлап үлгермедім, өзім істедім. Нанырсын өзім істедім. Ана, короче, ютубқа кірдім да, салфетка бар екен да. Еще елмен соң қарадың ба? Қазір ютубтан қарадым. Салып қалған ғой мен. В общем, достар, өз емегім осы. Әкем көмекке шақырып. Мықты 4 тонна ма, 5 тонна ғой, примерно. Көмірді лақтырып тастау керек болып жатқан ғой. В общем, домашний киімді өлтіріп алдық. Белдікті қарасаңыздаршы, белдік көрсетейін бе, белдік міне. Киімдердің бәрі үйде ғой, қалада. Ауылға кеп. В общем, бірдеңе құрастырып алды айтар. В общем, даже туалетке баратын жол жоқ қой неқті. Спирт сосын Алла қаласа бастайын деп жатыр. Жұмысқа аяқтай қалош. Ассалаумағалейкум. Баршаларыңызға қайырлы таң. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Біз пробежкадамыз. Дәл осындай таза ауада, әдемі жерде 3 километр, 4 километр жүгіріп тастау керек болып тұр. Кайф. Қасымның астына бір нәрсе шыққан сияқты. Үйтіп тастасам өзіме білінеді. Безеу ма, домалақ болып тұр. Қазір енді бет бір жатқан жайымыз. Ата-аналардың фантазиясына базар жоқ қой. Ана қараңыздаршы, қандай күшті жасап келген ата-аналар. Так. Біздікіндей Маша и Медведь бар екен. Это наши. Күшті ата-аналар молодцы. Ана өзіңе қаратасың. Ана жерде күйіп қалады білетін. Ана қарт мен бүйтсем күйіп қалады. Рахмет айналайын, өркен емессің. Ұлту. Ал баршаңызға қайырлы күн. Қалайсыздар, жақсылар ма? Біз Ботам екеуміз. Всем привет. Бір күшті бір жерге келдік. Я керемет видео істеген болатын. Эстетичный. Бүгінгі эфирді сол үшін жібере алмаңыздар. Иә, сол. Көңіл-күй барлық керемет бізде. Аллаға салды шүкір. Давайте. Жанның қазіргі состояниесі ешқандай маска эффектсіз. Енді до-после фотоларды көрген шығарсыздар, вообще қандай состояние болған. И даже тоналка жақпайды. Вот тоналка жаққан күннің өзінде андай енді бугороктар болып тұрады. Ал қазір тіпті вообще ондай прыштар шықпайды. Только из-за того, что я беременна, гормональный аяққа прыштар шығады. И это ол прыщ емес, бір какой-то бір қызарып шығады да, короче, сондай. И вообще бұл сторис мен сияқты қиналған, косметикаға бір миллиондап ақша құртқан қыздарға арналады. Мен сол қыздардың қатарынан. Все думают, только организмді жаңа емдеп алса, все, шешіледі деп. Жоқ, мен организмді емдедім, бірақ маған почему-то көмектескен жоқ. Менің жағдайымда